бір бұл қыз келді, ал танысайық өзіңізбен. Сәлеметсіз бе? Құрметті Балауса ханым, құрметті қатысушылар, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Біз де сізді осында өз жұптарыңызды тауып, бақытты болып кеткендеріңізге тілектеспін. Айтқаныңыз келсін. Есіміңіз? Өзімді таныстыра кетейін. Есімім Ақмарал, жасым 19-да. Қызылорда қаласының тумасымын, бірақ қазіргі таңда осы Алматыда тұрамын. Алматыда тұрып жатсыз. Неге Шерханды таңдадыңыз? Неге Шерханды таңдамасқа деген сұрақ? Біріншіден, өте сымбатты ер азамат, өзіне сенімді, кішігірім тағдырлас жағымыз да бар әрине, сол жағы. Сол үшін таңдап келіп отырмын. Жақсы, Шерхан, сұрақтарыңыз? Ақмарал, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен таңдағаныңызға көптен көп рахмет айтам. Жасым 19-да дедіңіз, Иә. Қазіргі таңда немен айналысып жатсыз? Мен өзім тоймен айналысам, яғни бишімін тойға шығамын. Бишімін дейді. Негізі, былай сөйлегеніңізге қарасам, бір ашылып, ашық, жарқын қыз сияқтысыз да. Иә. Жаңа айтып жатсыз ғой бір сөзіңізде, тағдырласпыз деп. Қанша жыл бұрын, қалай деген сияқты айта аласыз ба? Қанша жыл бұрын деген, енді сіз айтқанымды қалап тұрсыз ба? Қазір или өзіңізге жеке айтсам ба? Жоқ, андай не болғаны айтпасаңыз да, қанша уақыт бұрын ажырастыңыз? Негізі ажырасу дегенде бұл мен үшін өте ауыр тақырып. Мен тұрмыста болмағам, бірақ бір қызым бар. Тұрмыста болмағам дейсіз ба? Иә. Азаматтық неке ма? Иә, сондай, бірақ көп уақыт емес, бір ай ғана. Қызыңыздың жасы? Уже 2-ке толып қалады, иә. Сонда қанша жасыңызда босандыңыз? 17 жасымда босандым. Енді, әрине, ол өзіңіз айтып жатсыз ғой, мен үшін бұл ауыр тақырып деп. Егер де көңіліңізге тиетін болса, біз әрине қозғамай ақ қояйық. Ол көңілме алатындай да былай нәрсе емес. Ол керісінше ол бала менің ол мақтанышым деп айтайыншы, басымды тік көтеріп айта алатындай. Кіріп кеттім, жарайды. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз. Отбасымда 3 ағайындымыз. Мен, сестрам, ағам. Мен үйдің кенжесімін деп айтсам болады. Анам бар. Әкем өкінішке орай 3 жасымда қайтыс болып кеткен. Кешірім сұраймын. Негізі жаңа айтып жатсыз ғой енді. Сондай жағдайларды көрдіңіз, басыңыздан біраз қиыншылық өткен сияқты. Болашақта қандай ер азамат керек сізге? Қандай қасиеттер ұнайды, ұнамайды деген сияқты ашып айта кетсеңіз? Ер азамат дегенде мен андай қылып алыстан әкеліп айтпай ақ қояйын. Ең бастысы мені түсіне алса, мен қалай бармын, мені толықтай солай қабылдай алса, жауапкершілік танытса болды. Мен андай қылып басқасы маған керек емес. Только сол жауапкершілік танытса болды. Енді өзіңіздің бойыңыздағы қасиеттерді айта кетсеңіз, қызғаншақсыз ба, әлде көзқарасыңыз қалай жалпы? Жоқ, қызғаншақ емеспін, былай енді орнымен қызғанам. Иә. Қатты қызғаншақ емеспін. Сұрақ қойсын ма? Жәнібек. Иә, бірден қойшы. Ақмарал, иә? Ақмарал, қош келдіңіз. Өте ашық жарқын, әдемі қыз екенсіз. Енді бағана бір сөзіңізді әдемі айттыңызда, неге мен Шерханды таңдамасқа деген сияқты. Енді сіз білсеңіз, бізде Шерхан енді үміткерлерін немқұрайлы қарайды да. И сондай ой болмай ма? Менің таңдап келген адамым үмітімді ақтамай қалады деген сияқты бір ой келмей ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Жоқ, мен өзіме сенімді болып, мұнда Шерханды таңдап қадам басып келіп тұрмын. Мен осы қадамды бағылап, маған достойны қарым-қатынас көрсетеді деп ойлаймын. Айжан. Ақмарал, қош келдіңіз. Осы Балауса ханым, мен сұрағым келеді да, осы Қызылордада не бай құрып қалды ма деп ойлаймын да. Не болып жатыр ол жақта, бәрі Қызылорданың қыздары келіп жатыр да. И сосын мына жерде Ақмаралға айта кеткім келеді. Мүлдем жұп көріп тұрған жоқ. Неге десеңіз, өйткені сізді қабылдайтын адам керек деп отырсыз, иә? Қалай бар, солай. Бірақ бұл жерде Шерхан өз-өзін қабылдай алмай жүр, ол сізді де қабылдай алмайды бұл жерде. Бұл жерде ондай әңгіме болуы да мүмкін емес. Ол өз-өзін таппай жүрген адам, өз-өзін іздеймін деп алдыңғы осы ортаға шыққан кезде солай деп айтып кеткен. Енді бұл жерде сіз үмітіңізді артпай қойсаңыз да болады. Жоқ, қатты ренжіп қалған сияқтысыз, Айжан. Сіз енді бізде ары қарай не болатынын оны мен де білмеймін, уақыт көрсетеді. Сіз лично басыңызды қатырмай қойсаңыз болады біздің Жоқ, Балауса Жоқ, осы жерде Ақмарал, мен Шерхан ортаға шыққан кезде басымды қатырамын енді. Балауса ханым. Жақында ғана жақсы араласып, қорғап бір-бірлеріңізді, қазір не болып қалды сіздерге? Жоқ, Шерханды қолдап отырмын ғой мен, иә? Балауса ханым. Негізі. Жақсы. Мен енді қимай отырған сияқтысыз Айгерімді, солай ма? Өйткені қимаймын, мен айттым ғой, бұл жігітке жаңа табалдырға аттамаған, ондай бір прошлый жоқ қыз керек, таза қыз керек.
жоқ неге олай ойлайсыз, Айжан? Шерхан үшін шешім шығарып жатсыз ғой, неге олай ойлайсыз? Шерхан үшін емес, пікір айту үшін отырмыз ғой, осы жерде менің пікірім осы. Жоқ, айтыңыз, бірақ мен сізге сұрақ қойып отырмын, неге олай ойлайсыз деп? Олай ойлаймын, өйткені Енді кешірім сұраймын, сіздің өз пікіріңіз өзіңізде, сіз Шерханға не керек екенін білмейсіз ғой алдағы уақытта. Я балауса ханым. менің бұл өз пікірім, я Шерханды неге олай ойлаймын, өйткені бұл өзі нәзік, біреуге бір жамандық жасайтын жігіт емес та. Ол үлкен қыздар керек емес, ойлары уже асып кеткен, неше түрлі жасайтын, 19-да болғанмен бұлар деген неше түрлі көріп тастаған қыздар ғой. Сол үшін мен өйтіп айтқым, ондай қыздарды қимаймын. Олай айтудың менің ойымша қажеті жоқ. енді Балауса ханым. Әр адам бөлек тұлға, әр адамның өмірі әртүрлі. Соны айтамын, негізі өте ауыр кетіп жатсың, Айжан. Бері қарасай, Айжан, өте ауыр Сіз енді кетіп жатсың. өзіңіз көре алмағаннан осы жаққа келіп отқан жоқсыз ба? Дұрыс қой, негізі жігіттердің қармақ тастауы дегенді білетін ек, негізі мына қыз баласының қармағы, сіздікі қармақ емес екен, ау екен, бірден лақтырды кәдім. Шерхан астында қалып кетті ғой кәдімгідей ше. Негізі қыз баласы келіп тұрғаннан кейін, үміт артып келіп тұрғаннан кейін, бұлай бірден атылудың қажеті жоқ та. Сіздікі қашанға дейін қайталана береді. Шерханға үміткер келсе болды, пара көріп тұрған жоқпын бірден. Сіз кіммен пара көресіз сонда Шерханды? Өзіңізбен ба? Ай, жауап та бермейді ау бұл кісі. жоқ баласа ханым Қалды ғой кәдімгідей. айтады да Айжан енді сен айтып жатсың ғой қызырда бай құрып қалды ма деп ше. Сен өзің айналайында қызырдан қыз емессің ба, не істеп отырсың мына жерде? Енді мен Сен кішкене жоқ. Өзіңіз Қызылордада. Өзі Қызылордадан қыз, бірақ Қызылордада мен кетіп қалғанмын, 19 жасында кетіп қалғанмын. 19 жасында бірақ балауса ханым, мен бұлай бай іздеп келген жоқ, мен магистратура оқыдым, жұмыс жасадым, білім қойдым бұл жерде. Енді қазір жұмыс жұмыс істеп істедім, отырсыз, қанша қазір ел байқап көрдім, қалды ма? жер көрдім. Я 30-ға келсем де мен 19-даймын, бұл қыз сияқты түрім Айжан, енді бұл бір жай ғана сәйкестік, немесе сіздің өзіңіз енді Қызылордадан болғаннан кейін сізге көбірек көрінетін шығар, бірақ бұл жерде енді Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қыз жігіттер отыр, және бұл келе алады, әркім өзі біледі, қай жақтан келеді, батыстан келе ме, шығыстан келе ме. Просто балауса ханым, мен айтып кеткім келеді да, мына жерде Қызылордада емес мәселе. Просто 19 жастағы қыздарды мен түсінбей жатырмын, бұған келіп жатқан Сөйтіп айтсаңыз болады. 19, я 20-дағы қыздар жаңағы есілдері жаңағыдай бай деп жатыр да, мен түсінбей жатырмын. Бұлар неге бай дегенше білім қумайды, неге көздерін ашпайды, неге көкіректерін оятпайды деген үміттемін. енді баласа ханым менің айтатыным Балауса ханым. айтып жіберейінші соңында. Мына жақта негізінде аузына келгенін айтып, былай айтқанда тисе терекке тимесе бұтаққа деп сөйлеп отырғандар әбден андай күледі, иә жақсы сөйлейді дегенге сөйтіп сөйлей беретін адамдарды мен түсініп отырған жоқпын негізінде. Жалпы 19 жасында бай іздесе де, басқа нәрсе істесе де, сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ деп ойлаймын. Өзінің істерін істеп, жасарын жасап тастаған шығар мүмкін. Например, да. Одан кейін үміткер ханым Ақмарал, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз негізінде. Жалпы сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз жалпы балаңыздың жаңағыдай әкесімен қалай таныстыңыз, және де бір араласып тұра ма балаларыңызбен, точнее балаңызбен, соны сұрайын деген. Иә, әкесімен 16 жасымда танысқанмын, бірақ қазір оны қозғамай ақ қояйын, оның қазір өз отбасы бар. Иә, баласын, қызым сол әкесінің тегінде алимент төлейді, көмектесіп тұрады. Балауса ханым. Бекзат. Баласа ханым бағанағы әңгімеде қалып кеттім да, менше Айжан енді шынымен Айжан қызы баласын түсіру негізі осы жерде Салтанат пен Айжан екеуі ғой, осы жерде 19-да қыздар, 18-де қыздар десеңдер. Айжан қара, егер де сен Шерханды 19-да қызды қимайтын болсаң, біз Шерханды 30-дағы саған қимаймыз онда. Шынымен ше, өйткені сен бұл бірінші рет емес Айжан, келген қыздардың бәрін түсіресің да, өзіңді көтересің. Шерханға келген қыздардың бәрін мен пара көрмеймін, табалдыр аттаған қыз дейсің. Біз мысалға Шерханды 30-дағы саған қиғымыз келмейді. Жоқ, неге қимайсың? Не үшін қиям мен? Не үшін қимайсың? Қара. Сен бір факт айт сол туралы. Қара, сен айтып жатсың, бұлар білгенін істейді, 19-да білгенін істейді, осы жаққа келеді Шерханға деп жатсың. Ал сен 30-ға дейін не істегеніңізді біз білмейміз ғой. Енді білмесең айтпа онда вообще. Бека, сен өзің аузынан шығады. Сен бағана мен еще Ринатқа мақсатың не, сенің мақсатың не, Индираны шығару болды ма не, осы жерде келіп алып аузыңа келін оттайтын? Нағыл дейді? Сен мақсатың қандай осы жерде?